Good afternoon, pupils. Let's begin our English lesson. Open your copybooks and write down the date. Today is the 24th of April. Балалар, енді өткен сабақтағы can модальді етістігін есімізге түсірейік. Жалпы can модальді етістігі ол істей алу. Яғни бір іс-әрекетті істей алатын болсақ, біз сол кезде can модальді етістігін қолданамыз. For example, I can swim. Мен жүзе аламын. Және де барлық жіктеу есімдіктеріне I, you, we, they, he, she, it can модальді етістігі қолданылады. Ал енді істей алмаймын деп айтатын болса, болмаса істей алмайды, істей алмаймыз. Ол кезде біз cannot немесе can't, яғни cannot-тың қысқартылған түрі can't, істей алмау дегенді білдіреді. For example, I can't swim. Мен жүзе алмаймын. Онда да тура сондай барлық жіктеу есімдігіне бірдей қолданады. For example, look at this picture. In the first picture, you can see that I can swim. Яғни, мына суретке қарасақ, балалар бірінші суретке, біз нені көріп тұрмыз? Жүзе алады судың ішінде. Яғни, мен жүзе аламын деп тұр. I can swim. But he can't swim. Енді екінші суретке қарайық. Look at the second picture. He can't swim. Яғни, ол жүзе алмайды. Түсінікті ғой, балалар? Ал кеттік, енді түсінікті болса, келесі жаттығуды орындап көрейік. Exercise 19 at page 101. Кітабымыздың 101-ші бетіндегі 19-шы жаттығуды орындайық. Make sentences, яғни сөйлем құраймыз. Сөйлем құрағанда, балалар, мысалы, күліп тұрған смайлик болса, онда істей аламын деп жазу керек. Ал көңілсіз смайлик болып тұрса, онда істей алмаймын деп жазу керек. For example, Gulnara do karate. Gulnara can do karate. We have a picnic today. We can't have a picnic today. Осындай қылып орындауымыз қажет. Окей. Енді балалар, екінші грамматикамыз ол, яғни сын есімнен қалай істеу жасауға болады. Істеу дегеніміз жалпы қалай деген сұраққа жауап береді. Ол үшін біз сын есімге ли жұрнағын жалғаймыз, яғни ly. For example, beautiful, beautifully. Easy, easily. Бірақ балалар, қараймыз, егер сын есім y әріпімен аяқталатын болса, онда y әріпі I әріпіне өзгеріп кетеді, және ли жұрнағын жалғаймыз. Бірақ балалар, кейбір сын есімдер, бұрыс сын есімдер деп аталады, олар сөздерінің өзі келеді, болмаса сол қалпы қалады. For example, good, well-ға өзгеріп кетеді. Fast, fast сол қалпы қалады. For example, мысалы, she is a quick swimmer. Ол жылдам жүзуші. Ол қандай жүзуші? Яғни quick деген сөз қандай деген сұраққа жауап береді. Яғни сын есім болып тұр мұнда. Енді екінші сөйлемге қарайық. She swims quickly. Ол жылдам жүзеді. Ол қалай жүзеді? Яғни іс әрекеттің қалай орындалатындығын көрсетіп тұр. Quickly. Яғни ли жұрнағын жалғады. Түсінікті деген ойдамын. Let's do exercise 20. What can Хан Сұлтан do? Look and say. Хан Сұлтан не істей алады? Сол туралы сөйлем құрап жазуымыз қажет. Ол үшін мына суретке қараймыз. Look at this picture and make a sentence. For example, the first, skateboard. He can skateboard carefully. The second picture, he can play the violin beautifully. Деген сияқты сөйлем құрап жазуымыз қажет. For today, I gave you 2 exercises. The lesson is over. Goodbye.